Сәлеметсіздер ме? Қазақстандағы әрбір отбасы жұдырықтай ығыстыру, жер аудару, тұтқындау және ату жазасы сияқты қайғы қасіретті бастан кешті. Бүгінгі бейне сабағымыздың тақырыбы 1930 және 1950 жылдарындағы қазақ жеріндегі халықтардың ықтиярсыз депортациямен келу және негізгі кезеңдерін қарастырамыз. Бірақ алдымен сұраққа жауап берейік: депортация дегеніміз не? Халықтардың жер аударылуы КСРО-ға дейін саяси қуғын-сүргіннің бір түрі болып табылады. Қуғын-сүргін ретінде депортациялаудың негізгі ерекшеліктері соттан тыс сипаттамалар, контингент және адамдардың үлкен массасы, географиялық алыс аймаққа ауысу және әдеттен тыс жайттың бір-бірі олардың жиі қауіпті тіршілік ортасында болуы. Біздің заманымызда объективті бағалау мен қайта қарастыру кезеңінде көптеген халықтар бастан кешкенді еске түсірді. Біздің міндетіміз сол тарихи шындықты қалпына келтіру және оны айту. Көптеген халықтар үшін Қазақстан екінші отаны болды. Тек бұрынғы халықтың жақсы қарым-қатынасы мен оларға жер аударудың азаптарына төтеп беруге көмектесті. Олардың ішінде немістер, поляктар, жапондар, корейлер, венгрлер, шешендер, ингуштар, башқұрттар, қалмақтар және тағы басқалар болған. Олардың өміріндегі кейбір факторларын қарастырайық. Кәріс халқы Ұлы Отан соғысына дейін сталиндік саясатының алғашқы ықтиярсыз депортацияның құрбаны болды. 1937 жылы кәрістер негізгі қуғын-сүргінге ұшырап, қиыр шығыстан Орта Азия мен Қазақстанның аумағына күштеп қоныс аударылды. Алғашқы кезеңдерінде басым халқы саны қуғын-сүргінге ұшырады. Жер аударудың нақты ресми себептер орай барлық халықтың жаудың пайдасына тынышылық жасады деп айыпталды. Кәрістердің жаңа жерлерге қоныс аударған сәтте олардың өздерінің еңбекқорлығына, табандылығына, өмірлік қиындықтарына жеңу қабілетіне төтеп беруге қалыптасты. 50-ші жылдардың алғашқы кезеңдерінде кәрістер қатысты тарихи әділдік өз қалпына келді. Қазіргі уақытта Қазақстанда 100 мыңнан астам кәріс халқы тұрады. 1941 жылғы 28 тамыздағы КСРО жоғарғы кеңесінің президиумның қабылдаған жарлығында бүкіл неміс халқы жауға көмек көрсетті деп айыпталды. Еділ аймағынан барлық кеңес немістері Сібірге, Орта Азия мен Қазақстанға көшірілді. 100 мың немістер еңбек лагерінде аштықтан, артық жұмыстан, моральдық және физикалық қорлықтан қайтыс болды. Соғыс аяқталғаннан кейін олар да 10 жыл бойы арнайы коменданттардың бақылауында болды. 1955 жылдың желтоқсанында немістер арнайы қоныстанушылар тізіліміне шығарылған кезде жағдайы өзгере бастады. 1964 жылы неміс халқының тағылған айыптары алынып тастап және жеке тұлға табуының барысында өзімшілік жарияланды. Қазақстанда 500 мыңнан астам немістер тұрады. Жер аудару толқыны поляктардан да өтпеді. 1930 жылдың аяғында Ұлы Отан соғысының қауіп-қатеріне байланысты шетелде туыстары бар поляктарды сенімсіздігіне сәйкес Қазақстанға мәжбүрленіп қоныс аударылды. Бұл процесс Ұлы Отан соғысының басталуымен күшейді. Сол кезде фронт маңындағы жолықтан шетел азаматтары болып саналатын тұлғалар поляктар, немістер, еврейлер жаппай ретімен араласып келді. Ұлы Отан соғысы кезінде 1939 және 1945 жылдан аралығында Қазақстанда поляктардың саны 105 мыңнан адамға дейін жетті. 1944 жылдың 23 ақпаны шешен және ингуш халықтарын үшін аза тұту күні болды. Сол күні бір тәулік ішінде асырға дейін шешен ингуш және жақын аудандарда тұратын барлық шешен ингуштарды тауар вагондарына тиіп елдің шығысына қарай жөнелтті. 1936 жылы шешен ингуш автономикалық республикасы құрылып таратылды. Ал оның аумағы одақты және автономикалық республикаларға шектес берілді. Бұлар Грузия, Осетия, Ставрополь, Дағыстан. Шешендерге отаны опасыздық, жау жағына барлау, диверсанттар отрядына кіру, кеңес өкіметіне қарсы күрес үшін қарулы топтарды құрды деген керемет айыптаулармен тағылды. Ұлы Отан соғысында фашистік басқыншылармен соңғы қан тамшысына дейін шайқасып, осы зұлымдық айыптаулар шешен ингуш халықтың батылдығы мен батырлығын қиды. Жер аударылған халықтардың қоныс аударудың ұзақтығы туралы сұраққа жауап. КСРО
жоғарғы кеңес президиумының 1948 жылғы 26 қарашадағы отан соғысы кезінде кеңес одағының жекелеген орындарына қоныс аударған адамдар міндеті және тұрақты қоныстанған жерлеріне қашқыны үшін қылмыстық жауапкершілік туралы жарлығын берген екен. Онда былай жазылған: ұлы отан соғысы кезінде КСРО жоғары кеңес шығарып жіберген шешендерді, қарачайларды, ингуштарды, балқарларды, қалмақтарды, немістерді, қырым татарларын және де басқалар үшін қоныс аудару режимін күшейтіп, сондай-ақ қоныстандыру кезінде олардың шығарудағы соңғы мерзім болмағандығын айқындап, жоғарыда айтылған адамдардың айтуымен кеңес одағының шалғай аудандарына қоныс аудару, олардың бұрынғы тұрғылықты жеріне қайтару құқығын айырылып, мәңгілікке жүзеге асыруындағын анықтау болды. Халықтардың мәңгілікке жер аудару мақсатын қоя отырып, кеңес үкіметі сол мақсатқа жету тиісті тәсілдерін таңдады. Осы мақсатқа көнбегендер мен орындалуына қарсы шыққандар ең қатаң санкциялар қолданылды. Міндетті қоныстанған жерін өз бетімен шығып кеткендер, яғни қашып кеткендер үшін кінәлі 20 жылға катор жұмыстары бойынша жазаланып, қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Шығарылғандарға мәжбүрлеп қоныс аудару орындарынан көмектесіп қашуға, оларды паналаған елге оралуға рұқсат беріп және олардың бұрынғы тұрғылықты жерінен орналастырып 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылу жазасын тағайындалды. Жаңа жерлердегі мәңгі қоныстану идеясы дағдыланып, қамтамасыз ету және аудандарды келгендер өз отанын ұмыту үшін мемлекет барлық қуатты жазалау және репрессиялық машинасы құрастырылды. 1950 жылдардың ортасында елде болған өзгерістерге байланысты ықтиярсыз депортацияланған халықтарға қатысты мемлекеттен саясат өзгере басталды. 1950 жылдардың екінші жартысынан бастап жер аударылған халықтардың оңалту процесі басталды. 1955 және 1956 жылдарда оларды құқықтан шектелу алынып, 1957 жылдан 11 ақпанда КСРО жоғары кеңес президиумының балқар, шешен, ингуш, қалмақ және қарашай халықтарын ұлттық автономиясын қалпына келтіру туралы жарлықтарын бекіту туралы заңы қабылданды. Олардың өздерінің тарихи жеріне оралуға мүмкіндік алды. 1964 жылы халықтың өмірінде көптеген өзгерістер болды. Осылайша 1937-1944 жылдары Қазақстанда жер аударылған халықтың саны 1.109.000-нан астам болды. Эвакуацияланған адамдары шамамен 1.640.000 адам табылды. Бейне сабақты қорытындылай келе, біздің көп ұлтты саяси жүйе жасанды түрде құрылғанын атап өткім келеді. Бұл Қазақстан жерінде адамдардың тек өз еркі бойынша емес, сонымен қатар кінәсі жоқтары да болған. Бұл қиындықтарға қарамастан қазақ халқының қонақжайлығының арқасында барлық жер аударылғандар Қазақстан жаңа өмір тапты. Олардың барлығы бүгінде қазақстандықтар да бола алады.